Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте ерекше дәмді болып шығатын чебуреки дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен 600 грамм қамырымызға 1 жұмыртқа қосамыз, және де 300 мл жылы суға 1 шай қасық тұз салып араластырып, қосып қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп, жақсылап иін қандырып алатын боламыз. Илеп алған соң бетін жауып тұндырып қоямыз. Оған дейін салмамызды дайындаймыз. 2 бума, кішірек бума жүзайды тазалап, жуып, осылай ұсақтап тураймыз. Кеңірек ыдысымызға салып аламыз. Табамызға 3-4 ас қасық сұйық май құйып, 6 жұмыртқамызды салып, қуыратын боламыз. Жұмыртқамызға жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық копченая паприка қосып, жақсылап араластырып қуырып аламыз. Қуырып алған жұмыртқамызды жүзайымызға салып, және де жақсылап араластырамыз. Менің жұмыртқамның тұзы жеткілікті болды. Тұз жетпесе сәл тұз қоссаңыздар болады. Тұнған қамырымызға ұн салып, яғни ұн сеуіп, жұқалап, оқтаумен жаямыз. Жұқалығын дәл мантының қамырындай етіп жаямыз. Осындай жүрек тәріздес кескішпен кесіп алдым, және осылай ортасына жұмыртқамен жүзайды салып, қалған шет-шетін шанышқының көмегімен осылай біріктіретін боламыз. Бәрін дәл осы видеодағыдай алдын ала жасап дайындап алатын боламыз. Бәрін түйіп дайындап алған соң, табамызға сұйық май құйып қыздырып, чебуректерімізді салып, орташа отта 2 жағын аударып отырып қуыратын боламыз. Қуырып алған соң, сорғытқышқа, арнайы ыдысқа немесе қағаз майлыққа түсіріп алсаңыздар, артық майлары ағып кететін болады. Қалғандарында дәл видеодағыдай қуырып пісіріп алатын боламыз. Чебуректеріміз дайын болды. Өте дәмді, дайындап көруге кеңес беремін.